Қайырлы күн достар. Баланы базаға, яғни ЕГОВқа не үшін тіркеу қажет? Бүгін сол жайлы айтатын боламыз. Яғни 2024 жылдың қаңтарынан бастап ұлттық қор балаларға жобасы басталады. 18 жасқа дейінгі балаларға автоматты шот ашылып, ақша аударылып бастайды. Бала 18-ге толғанда ол ақшаны оқуына немесе үй алуға пайдалана алады. Міне осы үшін тіркеу керек баланың иін ЕГОВ базасына. Егер балалар ЕГОВқа тіркелмесе, маған жазыңыз, тіркеп беремін. Кейбір кісілер айтып жатыр, яғни Каспиде бізде бала тіркеліп тұр ғой деген секілді. Ол жарамайды. Каспидағы ЕГОВта балалар тіркелген деп тұрғанмен, ЕГОВтың негізгі базасында балалар тіркелмей тұрады көбіне. Базаны тексерту керек. Балалар тіркелмесе, тіркеп қойыңыз. Бұл онлайн болатын нәрсе, ешқайда бармайсыз. ЕГОВқа тіркелмей қалған балаға жеке шот ашылмайды. Қаңтардан бүкіл балаға шот ашып басталады. Ақпанда ұлттық қордан ақша түсіп бастайды. Балаңыз ЕГОВқа тіркелмесе, тіркеңіз жедел түрде. Яғни осы желтоқсан айының соңына дейін тіркеп үлгеріңіз. Егер тіркеуге қиындықтар туып жатса, маған хабарлассаңыз болады, номерімді қалдырып қойдым. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Пайдалы ақпараттармен бөлісуге тырысамын.